Selam dostlar. Ben sizlerge 3 bölüm түсіргенмін. Оларды көрген шығарсыздар. Ал енді 4-ші бөлімде спаррингке шыққанда не істеу керегін түсіретін боламыз. Спаррингке шыққанда шыдамды болу, және ударды өткізе білу, және ұра білу, және көзді жұмбау керек, екі көзімен қарау керек. Ал жұмсаңыз ұтасыз, барлығын шығару керек, және шығарыңыз, сақтамаңыз. Мен де сақтаймын деп ұтылғам. Ол қателігімді түсініп, қайттан шығарғанмын. Сіздер де қателіктеріңізді түсініп шығарыңыздар. Не үйреніңіз, бүкілін шығарыңыздар, сақтамаңыздар. Сақтасаңыздар, бүкілін істемейсіздер. Біреуін сақтасаңыздар, бүкілін сақтап кетесіздер. Сондықтан біреуін де сақтамай, барлығын сақтамай шығарыңыздар. Шығармайсыздар ма, болды. Сіз удар ұра алмайсыз. Өтіріктен өтірік бұлайынан ұра бермеңіздер. Бұлайынан тұрып, осылайынан ұрыңыздар. Үйренгеніңіздің бүкілін істеңіздер. Істемейсіздер ма, болды. Сіз удар ала бересіз. Және көзді жұмбау керек. Екі көзбен сенімен жіпке шыққан баланың көзіне бұлайынан қарап тұру керек. Осылайынан жұмдың ба, болды. Ол реск алайтады, бізген беттің жағынан сықыт ұрады. Сондықтан көзін жұмбай бұлайынан жүру керек. Және алдап жүру керек. Мына қолмен ұрсам екен, мына қолмен ұрсам екен деп. Я достар, менің қолым көрінбей қалса ренжімеңіздер. Мен сіздерге тек қана түсіндіріп жатырмын. Келесі жолы барлығын